Сәлеметсіңдер ме, екінші сынып оқушылары? Бүгін бізге жаратылыстану сабағы. Сабаққа бәрің дайынсыңдар деп ойлаймын. Олай болса, көңіл күйің қандай? Көңіл күйлеріңді бас бармақ әдісі арқылы көрсетіңдер. Тамаша. Оқу материалын жариялау. Яғни біз бұл жерде 4 сурет, 1 сөз әдісі арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын табайық. Бәріміз суретке жақсылап қараймыз. Бірінші сурет, екінші сурет, үшінші сурет, төртінші сурет. Қалай ойлайсыңдар? Осы 4 суретке қандай ортақ сөз бар? Жарайсыңдар. Қандай сөз шықты? Дыбыс. Дыбысты қатайту деген не? Ол қалай жүзеге асады? Ендеше, бүгінгі сабағымыз не туралы болады деп ойлайсыңдар? Әрине, дыбыс туралы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дыбысты қалай қаттырақ шығаруға болады. Бүгін сендер дыбыстың қаттылығы қалай өзгеретінін білетін боласыңдар. Пәндік терминология мен тірек сөздер. Дыбыс сөзін 3 тілде айтып көрейік. Дыбыс, звук, sound. Қаттырақ, бәсеңірек. Бұл біздің тірек сөздеріміз. Дыбыстардың бәрі бірдей бола бермейді. Оларды қаттырақ немесе бәсеңірек етіп өзгертуге болады екен. Суретке қара. Аспаптардың қайсы бәсеңірек дыбыс шығарады? Әрине, үскірік пен сазсырнай. Сазсырнайдың дыбысының қаттылығын қалай өзгертуге болады? Дұрыс айтасыңдар. Егер біз бар күшімізбен үрлейтін болсақ, сазсырнай мен үскіріктен қатты дыбыс шығады. Дауылды ше? Егер біз дабылды соққан кезде аз күш жұмсасақ, дабылдың дыбысы бәсеңдейді. Дескриптор мәтінді оқып танысады, сұрақтарға жауап береді, суреттегі аспаптар туралы әңгімелейді, аспаптардың дыбыстарын салыстырады. Олай болса, ойын ойнайық. Заттарды дыбысына қарай тап. Таптың ба? Жарайсың. Ең соңғы дыбысты тауып көр. Ойын сендерге ұнады ма, балалар? Ұнады деген ойдамын. Олай болса, шығармашылық жұмыс. Әртүрлі ыдыстар мен құралдардан аспаптар жасайық. Бәрі менің қолыма қараңдар. Балалар, мынау пластик бөтелке. Бұл пластик бөтелкеге күріш салынған. Аз ғана мөлшерде салынған. Енді осы пластик бөтелкеге салынған күріштің дыбысын естіп көрейік. Дыбыс қандай? Қатты, дұрыс айтасыңдар. Ал енді екінші пластик бөтелкеге назар аударамыз. Бұл пластик бөтелкеге салынған күріштің мөлшері бірінші бөтелкемен салыстырған кезде өте көп. Енді осы пластик бөтелкенің дыбысын тыңдап көрейік. Яғни, қандай екен? Дыбыс бәсең екен. Қорытынды жаса.
Екі пластик бөтелкедегі дыбыстарды салыстыр. Дұрыс айтасыңдар. Қатты, бәсең. Ал енді менің қолымда не көріп тұрсыңдар? Бұл ас қасық. Енді осы ас қасықтан біз бұрмалы аспап жасап көрейік. Дыбысын естідіңдер ме? Жарайсыңдар. Қандай дыбыс? Қатты дыбыс. Өте жақсы. Мынау киім ілгіш. Бұл киім ілгішке кілттер бекітілген. Енді осы кілттерді қасықтың көмегімен ұру арқылы қандай дыбыс шығатынын тыңдайық. Жарайсыңдар балалар. Ал енді музыкалық қабілет ойыны. Кез келген сылдырмақтан бәсең және қатты дыбыс шығарыңдар. Сендердің қолдарыңнан келді деген ойдамын. Заттардың дыбыстарының қаттылығы әртүрлі болады. Кейбір дыбыс көздеріне күштірек әсер етсе, дыбыс одан сайын қаттырақ шығады. Зертте, дыбыс қаттылығын қалай өзгертуге болады? Ойлан, қоңырау дыбысының қаттылығы неге байланысты болады? Жақсы балалар, жарайсыңдар. Сендер дұрыс жауап берді деген ойдамын. Есіңе сақта. Дыбыстың қаттылығы дыбысты шығаратын затқа әсер ететін күшке байланысты. Дыбысты күштірек ұрсаң, одан қаттырақ дыбыс шығады. Сазсырнайды күштірек үрлесең, дыбыстың қаттылығы күшейеді. Күш әлсіз болған сайын, дыбыста бәсеңірек шығады. Үй тапсырмасы Google формадағы тестті шешеміз сілтемесі берілді. Кері байланыс. Мен бүгінгі сабақта дыбыс белгілері арқылы түсіндім, аздап түсіндім, түсінбедім белгілерінің біреуін белгілеңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.